Қызым, мен саған бүгін бір ертегі айтып берейін. Ертеде әкесі мен баласы жолда келе жатады. Сөйтіп жолдан әкесі жол жағасында жатқан сырттағыны көреді. Әкесі ұлына қарап, ұлым, таған алшы дейді жерден. Бала балалығын жасап, ой әке, ол сынықтағы кімге керек дейсің, деп кетіп қалады. Әкесі үндемей сынған тағанын алып қалтасына салып жүре жөнеледі. Арада біраз уақыт өткен соң бір үлкен бір базарға келеді. Базарда қараса, темір ұстасы темір жұмыстарына айналып шығады. Темір ұстасына бағанағы сынықтаған өткізіп әкесі ақша алады. Жанына қараса, жеміс жидек сатып жатқан саудагерден бір уыс жаңағы тағанның ақшасына шие сатып алады. Әкесі шиені қалтасына салып алып, жол жөнекей асықпай біреуін жеп, біреуін жерге тастап келе жатады. Жерге тасталған әрбір шиені баласы жерден еңкейіп жеп келе жатыр екен. Әкесі соны тоқтап, балам, жаңа сынған тағаны жерден алшы дегенде бір рет еңкеуге ерінбеген, қарашы, 10 шақты рет алдың. Егер де аз істі қиын көрсең, көп іске тап боласың дейді. Бұл жерден түсінгеніміз, қызым, егер де ұстазың, үйдегі әке-шешең өз ақылын айтса, сен тыңдамай өз бетіңмен жүрсең, өмірде көптеген қиыншылықтарға тап боласың. Сол себепті саған қандай үлкен адамдар ақыл айтса, ақылын тыңдап, өзің іштей сараларсың.